Өкпе бұл баланың эмоциясы. Егер сіздің жасыңыз 18-ден асса, өкпемен жұмыс істеген өте маңызды. Ересек бола тұрып, өзіңізді өкпелегіш сезінсеңіз, басқа адамдарға, өмірге, Құдайға өкпеңіз бар болса, бұл не деген сөз? Сіз өміріңіздің көптеген уақытын ересек күйінде емес, психологиялық бала күйінде сүресіз. Оны анықтау үшін менің каналымда астында ішкі ересек, ішкі бала және ішкі ата-ана туралы өте қызықты ролик бар. Астында соған сілтеме жасап қоямын обязательно. Енді өкпені талқылап көрейікші. Өкпе деген не? Сен маған, яғни өзге адам, сен маған міндетіңді орындамадың. Сен мені өкпелеттің. Осындай емес па өкпе деген? Егер сізді біреу өкпелетсе, оның соншалықты сіздің өміріңізге күші болса, онда сіз кім боласыз? Сіз құрбан боласыз. Ол агрессор, сізді өкпелетіп, жылатып, сізге бір агрессивті іс жасаса, ол агрессор, сіз құрбансыз. Осы сәтте сіз автоматически Карпман үшбұрышына түсесіз. Карпман үшбұрышы деген бұл қарым-қатынаста агрессор бар, құрбан бар және құтқарушы бар деген сөз. И бұлар үшеуі рөлдері ауысып тұрады. Мысалы, әйелі құрбан болса, күйеуі агрессор, әйелдің анасы, шешесі ол құтқарушы. И керісінше, еркек мысал үшін құрбан болса, әйел агрессор, еркектің анасы құтқарушы болады. Бұл просто жай мысал. Мысалдар көп, жұмыстың ішінде мысал болуы мүмкін. Тек 3 адам ғана емес, сонымен қатар ел масштабында да осыны айтуға болады. Бүкіл халық құрбан, оның басқарушылары, елдің басқарушылары, парламент, правительство, олар агрессор, и елдің ішінде бір құтқарушы шығады. Оппозиционер құтқарушы болады. Осы елге айтады, мен сендерді құтқарамын, анау агрессорды жоямыз деп. Осындай үшбұрыш, Карпман үшбұрышы ел масштабында да ойнатылады. Осы үшбұрышты киноны көріп байқасаңыздар да болады. Біреу құрбан болады, біреу агрессор болады, содан кейін бір не обязательно адам құтқарушы, бір ситуация құтқарушы шығады. Яғни адам осы рөлдің ішінде застрял. Осы рөлдің ішіне кіріп кеткен бүкіл ойымен, денесімен, психикасымен. Ол қайдан пайда болады? Конечно, кішкентай кезінен көрген ситуацияларда пайда болады. Сол үйінде, мектебінде көрген жағдайлар. Ал енді әрқайсысын бөлек атап көрейікші. Құрбан деген кім? Құрбан бұл өмірі де бір азапқа толы құрбандық. Өмірінен вечно страдать етіп, жаловаться етіп жүретін адам. Өмірінде бәрі жаман, жұмысы да жаман, жұмысындағы адамдары да өзіне жақпайды, күйеуі, әйелі жақпайды, балдары да бірнейін аштады, ата-анасы, ауа райы, тіпті кез келген нәрсеге жаловаться етеді. И өзінің өмірін басқарғысы келмейді. Өзінің өмірін басқа біреуге жауапкершілікке бере салғысы келеді. Вот сен мен өміріме жауап бересің енді деп өмірін сыйлай салады басқа біреуге. Құтқарушы деген кім? Құтқарушы бұл аяғыш адам. Барлығын бүкіл әлемді құтқарғысы келеді. Бүкіл мысықтарды, иттерді, адамдарды, инвалидтерді бәрін құтқарғысы келеді. Бірақ ол адамды мені құтқаршы деп оған ешкім айтпаған ол адамға. Ол адам өзі сондай өзіне роль алып алады. Мен бәрін құтқарамын, мен героймын деген сияқты. И біреуді құтқарған кезде өзінің маңызды екенін, осы әлемде менің бір маңызым бар екен ғой деп сезеді.
шын мәнінде ол құтқарушы адам өзін жақсы көрмейді, өзін сүймейді, өзімен өзін маңызды санамайды. Егер құрбан да өзін маңызды санамайды. Неге маңызды санамайды? Себебі оны бәрі өкпелетеді, бәрі оған бір жамандық жасап отырады. Ал құтқарушы өзін басқалар құтқарсам ғана мен жақсымын деп санайды. Агрессор ол көбінесе контролер, ситуацияның бәрін контролировать етеді, басқа адамдарды контролировать етеді, критиковать етеді. Оған да ылғи ешнәрсе ұнамайды өмірінде. Бәрі жаман енді, государствосы да жаман, анаусы да жаман, туысқандары да ақмақ, бәрі жүрген ақмақ. Ол ғана ең күшті, мықты, бәрін түсінетін. Бірақ бұл да агрессор де өмірден шаршаған. Себебі ол өзіне бір ауыр груз алғандай жүреді. Маған ешкім көмек бермейді, бәрі слабый, мен ғана сильный болу керекпін деп, ол сондай бір диктатор болуы мүмкін, тиран болуы мүмкін. Мені тыңдайсыңдар, менікі ғана дұрыс деген сияқты. Бірақ сонда да ол грузды қатты сезіп тұрады. Үшеуі де өз өмірін сүрмейді, үшеуі де өздерін жақсы көрмейді. Өзін сүймейтін адам басқа адамдарды да жақсы көрмейді. Басқа адамдарды қадірлей аламайды. Үшеуі де детский позицияда отыр. Үшеуі де психологиялық бала ретінде өмір сүріп жатыр. Яғни өз-өзіне жауапкершілікті шын мәнінде ешқайсысы алмайды. Ешқайсысы өзін жай бақытты сезінбейді. Ал енді осы үшбұрыштан шығу үшін не істеу керек? Есею қажет, өсу қажет. Өзінің психикаңды өсіру керек. Өзіңнің ересек жағыңды күшейту маңызды. Егер сіз 18-ден ассаңыз, яғни сіз уже ересек болдыңыз деген сөз. Ересек болсаңыз, бірақ өзіңізді ересек ретінде сезбесеңіз, әлі кішкентай бала сияқты, маған біреу осыны істеп берсе ғой, әкеп берсе ғой, мен өмірімді басқарса ғой десеңіз, бұл құрбандық. Өз-өзіңізді жертва қылып жатырсыз. Мен қолымнан ешнәрсе келмейді, мен слабымын ғой деп ойлайтындар, бұлардың бәрі құрбан. Енді есею үшін не істеу керек? Өз өміріне, өз ісіне жауап беру қажет. Оны кішкентай қадамдардан жасаған маңызды. Мысалы, үйге мысық асырағым келеді дейді біреу. Немесе ит асырағым келеді. Жарайды, сен сол мысықты алсан, осы ісінің салдарын да учитывать ету қажет. Осы істің салдары қандай болады екен? Мен бұның салдарына жауап бере аламын ба деп өзіне сұрақ қою қажет. Мысықты алғаннан кейін оны асырау керек, оған корм алу керек, оның баратын горшогын алу керек, горшоктың ішіндегі наполнительді сатып алу керек. Сосын ол мысықпен ойнау қажет, себебі ол тірі жан ғой, ол қимылдау қажет. Егер далаға шықпайтын болса, кастрирование, операция жасау қажет, оның денсаулығына да қарау керек. Бұл кәдімгі тірі жан. Егер соның бәрін жауап бере алсаң, онда ала бер. Мысықты ма, итті ма, қалағаныңды. Сол сияқты қалай күлкілі естілсе де, бала туу да тура сондай. Бірақ бала тууда жауапкершіліктің масштабы біраз есе көп. Бала туар алдында мен ол баланы асырай аламын ба? Оған көңіл бөле аламын ба? Менің нервім жетеді ма сол балаға? Күшім жетеді ма? Менің күйеуім көмектеседі ма маған? Мен қалай, егер ертеңгі күні туғаннан кейін денсаулығым осыған шыдайды ма? Денсаулығым бар ма? Деген сияқты сұрақтар қою өте маңызды. Тағы да мысал келтірсек, көлік сатып алу. Кредитке көлік алу. Жарайды, қазір сол кредитке көлік алсаңыз, ол кредитті төлеу қажет, көліктің бензині бар, налогы бар. Сонымен қатар көліктің бір жері сынып қалса, соғанда ақша болып тұру керек. Осының бәрін учитывать ету, бұл ересектік позиция. Яғни, заранее өзінің жағдайынды, жұмысынды, табысынды бәрін санап, шешім қабылдайсың. Ересек ол өз-өзіне жауап бере алатын адам, өзінің бақытына, комфортына,
табысына жауап бере алатын адам, осы өзінің қажеттіліктерін жаба алатын адам бұл ересек. Және сонымен қатар өзінің эмоциясына ие бола алатын, өз-өзін басқара алатын адам. Осыны үйрену маңызды. Ал енді біздің өкпемізге келетін болса, өз-өзін басқаратын адам ол өмірін де басқарады. Яғни осы өмірінің басқарушысы, тақсыры болып табылады. Өзінің өмірін басқаратын адам, яғни кез келген эмоцияны да басқарады. Егер өкпе пайда болса, ол өкпе менікі ғой. Басқа адамдікі емес, ол менікі. Кез келген процестер бізде түп санамен басқарылады. Оны білесіздер, я? Почти әр видеода түп сана жайлы информация беріледі. Яғни осы өкпе ситуациясы пайда болған кезде өзіне сұрақ қою қажет. Менің түп санам осы ситуацияны маған не үшін құрастырды? Қандай сабақ көрсетіп жатыр маған қазір? Мүмкін мен өзімнің шекарамды сақтай білу керек шығармын. Мүмкін мен шілей эмоционалды адаммын. Эмоциямды өзім басқаруды үйрену қажет шығар. Мүмкін уже психологқа бару керек шығар. Мүмкін мен ол өкпеден уже соншалықты ауырып жүргенім, өз-өзімнің есімді жоғалтып, кез келген нәрсеге өкпелей берем, жертва сол құрбандық роліне басымен, аяғымен кіріп кеткен шығармын. Осы ситуация мені неге үйретіп жатыр? Бұл менің ситуациям, бұл менің өмірім. Мен басқарушымын. Яғни менің қазіргі өкпемді де мен басқарамын. Егер практика ретінде қарайтын болсақ, өкпемен жұмыс жасау үшін екі қадам бар. Бірінші қадам бұл сол өкпе туралы эмоциялардың бәрін қағаз бетіне жазу. Қағаз бетіне түсіргеннен кейін сіз эмоцияның деңгейін түсіресіз, оның қаттылығын азайтасыз. Ішіңізден шығарасыз оны, денеден өкпені шығару керек, ауруға өтпес үшін. Сон қағазға шығарасыздар. Екінші қадам бұл шешім қабылдау. Келесіде емес, даже қазіргі ситуацияда мен ересек ретінде не істей аламын? Ересек болсам, мен не істеймін бұл ситуацияда? Осыған жауап бересіздер. Ересек адам, кез келген адам ересек не істейтінін бұл жағдайда түсінеді, сезеді, жаны бәрібір айтып тұрады, осылай істеген дұрыс қой деп. Егер өзіңіз шешім қабылдай алмасаңыз, сонда психологқа барып, сөйлесіп, анықтап білу, бұл да ересектік қадам. Егер бүгінгі темада, бүгінгі тақырыпта сұрақтарыңыз қалса, астында комментарийға жазсаңыздар болады. Маған консультацияға жазылатын болсаңыздар, астында сілтемелер бар. Сонымен қатар видеоның спонсоры бола аласыздар. Егер бір сұрағыңыз болса, сол сұрақты қойып, сұрақтың описаниясын 5-6 сөйлемді маған жіберсеңіз, мен ол сұраққа жауапты видео ретінде түсірем. Бұл видеода сіздің аты жөніңіз, тұратын қалаңыз еш нәрсе айтылмайды, тек сұрақ және сұраққа жауап. Спонсор болу үшін астында инстаграмға өтсеңіздер болады. Бүгінге осы видео ұнаса, пайдалы болса, лайк қоюыңызды сұраймын. Маған бұл өте маңызды. Сіздер маған жаңа видео түсіруге шабыт бересіздер. Келесі көріскенше сау болыңыздар.